Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен помидорды қысқа жабу керек, қалай сақтау керек рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Неге помидорды және де оған қосатын бұрыш, лавр жапырағын, укроп барлығын осылай алдын ала жуып дайындап қойдым, және де банкі мен крышкамды буға қайнатып стерильдеп қойдым. Енді осылай укропты түбіне қарай қолдың көмегімен астына қарай жайып саламыз. Одан кейін 4-5 дана сарымсақ, яғни чеснокты қосамыз. Одан кейін помидорларымызды қатарлап рет-ретімен орналастырып салып шығамыз. Енді осының үстіне қазір мен ащы бұрыш қосып жатырмын. Сіздер қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Ол өз еріктеріңіз. Енді осының үстіне лавр жапырағын қосаламын. Осылай жан-жағына қуысқа осылай саламын. Одан кейін қара бұрыш, түйіршік қара бұрышты, яғни горошек деп айтады ғой, соны салып шығамын. Енді осының үстіне қайнап тұрған суды құямын, және де 15 минутқа тұндырып қойып қоямын. Мінекей осылай құйдым, енді крышкамен осылай 15 минут тұрады. Мінекей менде 15 минут уақыты өтті. Және де тағы да бір банкіде шықты, сонымен менде 3 банкі болды. Мінекей осы сулардың барлығын мен төгіп тастадым бірінші суымды. Енді осының үстіне қазір мен 2 литр банкіге 2 ас қасық тұз саламын. Одан кейін осының үстіне бір қасықты толтырып, ас қасықпен, содан кейін екінші қасық толтырмай қант саламын. Сол кезде біздің помидорымыз дәмді, және де суына шейін ішуге болатындай керемет дәмді болып шығады. Мінекей қайнап тұрған суды енді үстіне құйдым. Бұл жерде мен помидорға ешқандай аспирин, уксус, ештеңе қосқан жоқпын. Помидор негізі көп атыла қоймайды, сондықтан мен жылда осы әдіспен жауып аламын. Мінекей, енді осыны банка жабатын құрылғының көмегімен қазір жабатын боламын. Дәл осы рецептпен оның алдында 3 банка жапқан болатымын. Мінекей, енді тағы да 3 банка шықты. Сонымен қазір менде 6 банка помидор болды. Біздер помидорды отбасымызбен жақсы көреміз. Әсіресе қызым помидорды осылай жегенді жақсы көреді. Негізі палаумен, басқа да тағамдармен огурцты ашып қасына қосып қойсаңыздар, тамақпен жесеңіздер өте керемет. Мінекей, біздің помидорымыз дайын болды. Мінекей, осымен менің 6 банка помидорым қысқа сақталатын болады бұйырса. Менің рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп қойыңыздар.